Саламатсыңдар ма балалар? Отыра қойыңдар. Бүгін сыныпта кім кезекші балалар? Айта ғой. Бүгін сыныпта барлығы түгел. Жақсы, өте жақсы ондай болса. Сынып түгел екен, онда балалар үй тапсырмасына бастайық. Мен үйге сіздерге қандай тапсырма беріп едім? Әмен айта ғой. Тәмпіш қара повесі. Яғни біз сендерге балалар тәмпіш қара повесін оқып, түсініп келуге бергенбіз, иә? Ондай болса, бірінші үй тапсырмасына бастайық балалар. Бір қадам алға әдісі бойынша балалар, мен сіздерге сұрақтар қояйын, егер повесті жақсы оқып келген болсаңыздар, осы балалар бір қадам алға әдісі бойынша сіздерден үй тапсырмасын пысықтап алайық, иә? Ондай болса, балалар, тәмпіш қара шығармасында қай кездегі оқиғалар суреттелген? Жәнетке айта ғой. Тәмпіш қара повесінде соғыс кезінде суреттелген. Соғыс жылдарындағы балалардың өмірі суреттелген екен, балалар. Жақсы. Ондай болса, бір қадам алға әдісі бойынша үй тапсырмасын сұрап, пысықтап алайық. Сіздерге сұрақ. Сансызбай Сарғасқай қай жылы, қай жерде дүниеге келген? Кім айтады балалар? Қай жылы, қай жерде дүниеге келген? Ералы жауы. Жамбыл облысы Қордай ауданы Сұлутөр ауылында дүниеге келген. Сұлутөр деген ауылда дүниеге келген. Жақсы, отыра ғой. Сансызбай Сарғасқаевтың қандай шығармаларын білесіздер? Бейбарыс айта ғой. Сәуленің жаңа достары, достық, октябрь балалары. Және біз оқып жатқан тәмпіш қара повесі. Жақсы, өте жақсы балалар. Ондай болса, ары қарай сұрағымызды қояйық. Шығарма неліктен тәмпіш қара деп аталған? Неліктен шығарма тәмпіш қара деп аталған? Нұрикамал айта ғой. Себебі шығарманың басты кейіпкері Шыншатайда ол адамдары тәмпіш қара деп аталған. Жақсы, өте жақсы. Тәмпіш қара деген кім? Шығармадағы. Әке ол басты рөлдегі Шыншатай. Басты рөлдегі Шыншатай дейді. Жақсы, отыра ғой. Ауыл балаларының арманы қандай еді балалар? Әке. Олардың арманы біз газетке табылсақ деген армандар бар еді. Жақсы. Тағы да қандай арманы бар еді балалар? Кімдер айтады? Ауыл балаларының арманы туралы айтайықшы. Газет оқу, радио тыңдау және де олар ауыл мектептеріндегі асық ойнайтын жерлерге барып үйремен еркін ойнауы. Жақсы. Ералы. Олар октябрь балалар газетіне шыққысы келді, яғни. Жақсы, өте жақсы. Отыра ғой. Балаларға арналған қандай басылымдарды білесіңдер балалар? Айта ғой. Тұрып айтқаныз. Балдырған дейді. Тағы да Октябрь балалары. сол кездегі октябрь балалары соғыс жылдарындағы. Отыра ғой. Ал қазіргі таңда қандай журналдар бар? Мөлдір, бұлар, мысалы балаларға арналған, иә? Жақсы балалар. Ондай болса келесі сұрағымыз. Тәмпіш қараның портреті қандай? Тәмпіш қараның портретін кім айтады? Айта ғой. Ақылды, мейірімді басқаларға көмектесуші, яғни достарына. Мейірімді достар білетін затты айтып, яғни мейірімді болған. Әмен айтады. Оның сымбатты түрі де жоғайтын, қолдары темірдей мықты болған, және де ол өзі ақылды, мінезі өте керемет болған, және де соған қарай өзінің онда да тәмпіш болған. Жақсы, отыра ғой, жеткілікті. Ондай болса балалар, Ертайдың Шаншатаймен танысуы қандай оқиғамен байланысты еді? Ертай мен Шаншатай қалай танысып еді балалар? Қайған жерден айта ғой. Көлшікте Ертай мен Иманбек екеуі жанжалдасып тұрған кезде Шаншатай келіп, олардың жанжалын шешу арқылы достасып кетеді. Жақсы. Балалар,
Біздің бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы Сансызбай Сарғасқаевтың «Тәмпіш қара» шығармасының композициялық құрылымы. Сабағымыздың оқу мақсатымен таныстырайын балалар. Сабағымыздың оқу мақсаты әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау, шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу. Яғни, біз бүгін шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарасымызды білдіре отырып, дамытып жазады екенбіз балалар. Ондай болса, сіздерге мен тапсырма берейін. Бірінші тапсырмамыз балалар, бұл жеке жұмыс. Яғни, бірінші жеке жұмыс беремін. Шығарма бөлімдерін рет-ретімен жазып шығамыз дәптерімізге. Жылдамырақ жұмыс жасайық. Бірінші тапсырмаларым жеке жұмыс. Бәрін жеке жұмыс, әркім өзінше жатады. Бірінші Ондай болса, кім болды? Жеке жұмысты бастай. Ералы бастай ғой. Бірінші танысу, екіншісі әзіріне шыныма, үшіншісі бұдан кейінгі күндер, төртіншісі ойламаған жерде, бесінші үш күн қалғанда. Жақсы, Анина оқыды. Біріншісі танысу, екіншісі әзіліме шыныма, үшіншісі бұдан кейінгі күндер, төртіншісі ойламаған жерден, бесіншісі үш күн қалғанда. Жақсы, Нұрдәулет оқимыз ба? Қансың оқи ғой? Біріншісі танысу, екіншісі әзіліме шыныма, үшіншісі бұдан кейінгі күндер, төртіншісі ойламаған жерден, бесіншісі үш күн қалғанда. Жақсы. Жансая оқи ғой? Біріншісі танысу, екіншісі әзіліме шыныма, үшіншісі бұдан кейінгі күндерде, төртіншісі ойламаған жерден, бесіншісі үш күн қалғанда. Өте жақсы. Сырым оқи ғой? Тәмпіш қара повесіндегі бөлімде бірінші бөлім танысу, екінші бөлім әзіліне шыныма, үшінші бөлім бұдан кейін күндерде, төртінші бөлім ойламаған жерде, үшінші бөлім үш күн қалғанда. Өте жақсы. Келесі. Біріншісі танысу, екіншісі әзіліме шыныма, үшіншісі бұдан кейінгі күндерде, төртіншісі ойламаған жерден, бесінші үш күн қалғанда. Өте жақсы. Және оқи ғой? Бірінші бөлім танысу, екінші бөлім әзіліне шыныма, үшінші бөлім бұдан кейін күндер, төртінші бөлім ойламаған жерден, бесінші бөлім үш күн қалғанда. Жақсы. Тағы оқиды балаларына қойған. Оқи ғой? Бірінші бөлім танысу, екінші бөлім әзіліне шыныма, үшінші бөлім бұдан кейінгі күндер, төртінші бөлім ойламаған жерден, бесінші бөлім үш күн қалғанда. Өте жақсы. Шоқан оқимыз қаншасынамызда? Бірінші бөлім танысу, екінші бөлім әзіліне шыныма, бесінші бөлім текке қар, үшінші бөлім, төртінші бөлім үш күн қалғанда. Жарайды, жақсы балалар. Өзгешелік бар екен Шоқанның жазғанында. Теке қарт деген бөлімді жаңа ешқайсысын жазған жоқ еді, иә? Жақсы. Ондай болса балалар, біз келесі тапсырмаға көшейік балалар. Енді балалар, келесі тапсырмамыз балалар біздің. Бұл топтық жұмыс екен. Бірінші топ. Сіздерге тапсырма. Шығарманың, яғни жанрын, шығарманың негізгі ойды анықтайсыздар, шығарманың тәрбиелік мәні туралы айтасыздар. Екінші топ. Шығарманың композициялық құрылысын анықтайсыздар.
яғни шығарма қалай басталды, қалай байланысты, шығарманың шиеленісуі, шығарманың шарықталушылығы, шығарманың шешімін тауып келесіздер. Ал үшінші топ болса, тік кестесін пайдалана отырып, шығарма кейіпкерлерінің қайсысы көбірек ұнады, неліктен ұнады, өзге кейіпкерлермен салыстырасыздар шығармадағы. Ондай болса не жұмысты сіздерге беріледі. Сіздерге композициялық құрылымы шығарманың. Ал үшінші топта тік кестесіне салу дегеніміз, иә? Ал іске сатпалы. Әдеби шығарманың жанрын анықтайды, композициялық құрылысына қарай талдай аламыз. Біздің топқа берілген тапсырма шығарманың эпикалық жанры, шығарманың негізгі ойы, шығарманың тәрбиелік мәні. Яғни шығарманың тәрбиелік мәні анықтау етілген дескрипторда осылай көрсетілген. Шығарманың эпикалық жанры түрі повесть. Шығарманың негізгі ойы жас жеткіншектерді адамгершілікке, шыншылдыққа, қайырымдылыққа тәрбиелеу. Тәрбиелік мәні Шамшатайға тән әдептілік, ұқыптылық, еңбек сүйгіштік қасиетті көрінсе, ертай бойындағы өнерге құштарлық, дүниені бала көзімен қабылдау қасиеттерін танылады. Өте жақсы. Отырау. Құрылымы есінде балалар. Ал шығарманың. Ондай болса балалар екінші топтың жауабын тыңдайық. Бізге топқа берілген тапсырма шығарманың композициялық құрылымын талдау. Шығарманың басталуы Шамшатайдың ауылға келуі, ауыл балаларымен танысуы. Жақсы. Шығарманың байланысуы Шамшатай Ертайдың сурет шеккенін білуі, екеуінің айырылмастай дос болуы. Жақсы. Шығарманың шиеленісуі, иә? Шығарманың шиеленісуі мектепте оқушылармен қырмын даласына көмекке баруы, түрлі ойын-сауықты ұйымдастырылуы, Шамшатай мен ауыл балаларымен газетке деген қызығушылықтары оятуы. Қызығушылықтарын оятуы екен, иә? Яғни шығарманың шарықтау шегі. Шығарманың шарықтау шегі оқушылардың өз мақалдарын оқу үшін теке қарттың үйіне іздеп баруы. Шамшатай мен Оқиғаны шарықтау шегі оқушылардың өз мақалаларын оқу үшін теше қарттың үйіне іздеп баруы. Шамшатай мен Иманбектің төбелесуі, Иманбектің одан кешірім сұрауы. Жақсы. Ал шығарманың шешімі неден аяқталыпты балалар? Шығарма шешімі Ертайдың салған суретін Октябрь балалары газетіне шығуы. Яғни Ертайдың салған суретіні Октябрь балалар газетіне жарыққа шығуымен шығарма аяқталыпты, иә балалар? Жақсы. Ондай болса біз үшінші топтың жауаптарын тыңдайық. Сіздерге қандай тапсырма берілген еді бірінші? Т кестесіне не істеуіміз керек еді балалар? Тоқтаңыз, мен қазір мына жерде айта ғой Жанерке. Біздің топқа берілген тапсырма кейіпкерлер бейнесін салыстырады, өзіндік талдау жасайды. Біріншісі Тәмшіқараны алдық. Тәмшіқара өте зерек, ақылды, досқа адал адам болды. Ертай суретші, ақылды, зерек бала болды. Иманбек өте бұзық, ерке болды. Маған
тәмпіш қара ұнады, себебі ауыл балаларының арманын орындады. Арманын орындады дейді. Отыра ғой. Шығарманың ішінде тағы қандай кейіпкерлер бар еді балалар? Иманбек бар еді және Бейсекүл қандай кейіпкер еді шығармадағы? Оның мінез-құлқы қандай еді? Айта ғой. Мінез-құлқы өте ауыр адам болды десек те болады, яғни ашулы адам болды. Тез ашуланшақ, мінезді болды, иә? Жақсы. Суық қабақпен қарайтын адам еді дейді. Жақсы. Топтық жұмысқа кері байланыс беріп кетейік. Ал екінші топ, бірінші топқа мына топтен қайтадан башымыз. Ал балалар ондай болса, топтық жұмысымызға кері байланыс беріп кетейік. Үшінші тобымыз бірінші топқа кері байланыс берсін. Кім береді балалар кері байланысқа? Ал Жанетке өзің бере бер. Бұл топ тәрбиелік мағынаны жақсы ашты және мәтіннің жанрын ашты десек те болады. Яғни мен бұл топқа жақсы баға беремін. Жақсы, яғни тәрбиелік мәнін, шығарманың жанрын, құндылықтарды атап көрсете білді, иә? Өте жақсы. Ондай болса екінші топ, бірінші топ, екінші топқа кері байланыс берейік балалар. Айта ғой. Менің екінші топқа кері байланысым бұл топ композициялық құрылымын жақсы талдады. Композициялық құрылымына өте жақсы талдап шықты, иә? Шығарманың басталуынан байланысуы, шиеленісуі, шарықтау шегі, оның шешімі, ең соңында Октябрь газетіне балалардың мақаласының шығуымен шығарманы аяқтады. Жақсы. Ондай болса, екінші топ, үшінші топқа кері байланыс берейік. Айта ғой, Консул. Үшінші топ бізде тіл кестесін жақсы орындады және де ол шығармадағы кейіпкерлердің жақсы талдады. Кім тағы да қосымша айтып кетеді балалар? Әнемен айта ғой. Және де ол екі адамды олар салыстырып, яғни Кейіпкерді, иә? екі кейіпкерлерді салыстырып, екеуінің айырмашылықтарын тапты. Тіл кестесі бойынша өте жақсы жұмыс көрсете білді үш топта, иә? Жақсы. Ондай болса, балалар, біз келесі тапсырмамызға көшейік балалар. Біздің келесі тапсырмамыз балалар, бұл жеке жұмыс. Яғни, шығармадағы оқиға желісін өзіндік көз қарасыңды білдіре отырып, дамытып жазу. Шығармадағы қай сюжет сізге ұнады? Сол сюжетті ары қаратай дамытып жазамыз. Кімге шығарманың қай жері ұнапты? Яғни, сюжетпен жұмыс жасаймыз, иә балалар? Балалар, мына жерде Шаншатай келгеннен бері біздің өміріміз өзгеріп кетті деген жер тұр ғой. Осыны ары қаратай жалғастырып жазуға болады. Түсініңдер ма? Қалай өзгеріп кетті? Шаншатай келгеннен бері ауыл балаларының бұрынғыдай олар көлшік жасап ойнаған жоқ қой, иә? Осы жерде азанда болады. Қойсаңдаршы, атаңа шай ішкізбейтін болдың ғой дейді мына сюжетте. Бұл жерде енді тағы да оқуға құштарлықты көрсетеді. Осы сюжеттер бойынша тапсырмалар орындасаңдар болады екен ғой. Мен даусымды түсірмей-ақ қой, мен мыналарға көрсетіп жатырмын. Маған ең қатты ұнаған жері олар өздері ойнау үшін көлшік жасаған жері. Олар өздері ойнау үшін яғни талпынғаны ұнады. Өте жақсы. Келесі, Консул оқиды. Шаншатай келгелі бері біздің өміріміз өзгеріп кетті. Бұл жерде бұрын көлшік жасаған балалар қазіргі таңда арып үйреніп газетке шықты. Яғни олар Шаншатай келгелі олардың өмірлері күрт өзгерді. Яғни олар келгелі Шаншатай келгелі өте қызықты ойындар ойнап, асық ойнап, барлық өмірлері қызық болып, өмірлері күрт өзгерді. Өте жақсы. Айта ғой. Шаншатай келгеннен кейін ауыл балалар көңілді газет оқып өздерінің қызығушылықтарын арттырды. Тамаша. Маған балалардың көлшік жасап бір-бірімен ойнағаны ұнады. Ұнады дейді, сол жер ұнады. Оқи ғой, берсайын. Маған мына үлгісі ұнады. Барлық балалар ұйымшылықтың арқасында өздеріне ұнаған көлшік жасап бірге ойнауы. Келесі, кім айтады? Айта бер.
Маған 3 күн қалғанда бөлімі ұнады, себебі ауыл балалары өздерінің газет оқу деген арманына жетті. Және де білімге бір қадам жақындады. Жақсы. Асанәлі оқиды. Маған ұнаған жері олардың газетке шығу армандары орындалған еді. Өте тамаша. Келесі. Оқимыз ба? Ал айта ғой. Тәмшіқара повесінде маған ұнаған жері Шаншадай балаларды білімге шақырған ұнады. Білімге шақырған ұнады дейді. Өте жақсы. Тағы да кім айтады? Айта ғой. Және солар ауылға радио келген жері ұнады. Ол жерде ауылға радио келіп, олар радиоға жатқызып, және де олар күніге радио тыңдайтын болды. Сосын сол жерде құрылыс жаңағыдай радионы орнатқан кезде Шамшатай сол жердің бастығы секілді барлықтарын кіргізіп шығарып, ауылдың адамдарына барлығын айтты, радио келді. Жақсы. Ондай болса балалар, соғыс жылдарындағы балалармен қазіргі біздің өмір сүріп жатқан кезеңіміздегі балаларды салыстырып. Тапсырма дайын болса, бастайық балалар. Айзере бастай ғой. Ол кездегі балалар Октябрь газетін оқыды, ал қазіргі балалар телефон көреді. Қазіргі балалар телефон көреді дейді. Және айта ғой. Қазіргі балалар өте жалқау, телефон олардың жақын достары. Бұрынғы балалар қолдан шашып жасап ойнайтын. Жақсы. Қазіргі балалар мен бұрынғы балалар салыстырсақ, қазіргі балалар олар жақсы, және де телефонға кірген, барлық нелер телефонда болған. Ал бұрынғы балалар асықпен ойнап, қазіргі балалар асықты да білмейді, дәстүрді де білмейді. Ал бұрынғы балалар болса, дәстүрді қатты ұстанған. Жақсы. Келесі. Кім айтады? Және де бұрынғы балалар өте керемет болған себебі олар күніге азанда далаға шығып, сабақтарына барып келіп, одан соң есік алдарында ойнайтын. Ал қазіргі балалар телефонды көп көреді, және де телефонға тәуелді. Балалар қазіргі сендер өмір сүріп жатқан қоғамда, заманда барлық нәрсеге қол жетімді. Барлық нәрсеге білім аламыз десек те, басқа жағынан да бізге барлық нәрсе қол жетімді. Керегіміздің барлығын дүкен сөрелерінен де ала аламыз, кітапханалардан да ала аламыз. Ал бұрынғы кездегі балалар тіпті олар шомылу үшін де көлшікті қолдан жасалып үлкен еңбек етті. Солай емес па? Ондай болса балалар, біз сабағымызды қорытынды жасайық. Біздің сабағымыздың құндылығы неде екен? Ең бірінші балалар сабақтың құндылығын айтамыз. Екінші, сабақта не қиындық туғызды сіздерге, сол туралы сөйлейік. Не қызық болды және? Ал сабақтың құндылығы неде балалар? Бірінші. Біздің сабақтың құндылығы Сабақтың құндылығы сол тәмшіқаралар өмір сүрген уақыттағы, яғни сол замандағы балалар өмір сүрген уақыттағы қиын шақтарды олардың еңбегін есімізге түсіріп, солардың жасаған еңбектерін есімізге түсіріп Құндылық. Айта ғой. Бізде ешқандай тапсырмалар қиын болмады, барлығы оңай болды. Сабақта еш қиындық туғызған жоқ дейді. Бәрімізге солай ма балалар? Не қызық болды сабақтағы? Басқа курс сөйлесінші қандай? Жоқ, көп сөйлеп қойма. Бүгінгі сабағымызды қорытынды жасайық. Сабақтағы құндылық. Кім айтады балалар? Айта ғой. Бүгінгі сабақтың құндылығы сол замандағы балалардың еңбекқорлығын есімізге түсіріп, оларды насихаттау. Өте жақсы. Тағы да? Біздің сабағымызда құндылық Ұлы Отан соғысы жылдарындағы балалардың өмірі, және бізде бұл сабақта қиындық тудырған жоқ. Бұл сабақта бізде қызық болған жер Шаншатайдың балаларды білімге оқуға шақырған жері дейді. Өте жақсы. Ал сабақта қиындық туғызған жер болды ма балалар? Бір сөзбен емес, біреуіміз тұрып айтайық. Кім айтады? Айта ғой. Бізде сабақта ең қиын болған нәрсе мүлдем жоқ деп ойлаймын, өйткені барлығы оңай және де әрі қызықты болды. Жақсы.
сабақтың қызықты жерін айтайық ондай болса. Тапсырмалар сіздерге ұнады ма? Ералы айтады. Сабақтың қызық жері, яғни біз нерді осы оқиғаның ортаңғы бөлігі, яғни қызық жерлерін, өзімізге ұнаған жерлерімізді жазғанбыз, сол маған ұнады. Жақсы. Айта ғой. Сонымен қатар оқиғаны жалғастырып жазу ойымызды кеңейту ұнады, ол қызық болды. Жақсы. Балалар, ондай болса балалар бүгінгі сабақ өз мәресіне жетті. Біз өз-өзімізді бағалайық. Алдарымыздағы бағалау қарап бойынша бағалап жіберейік. Асанәлі, өзіңді қаншаға бағалайсың? Мен өзімді 7 балл деп бағалаймын. Мен сабаққа қатты толық қатысқан жоқпын. Жақсы. Сол үшін өзіме 7 балл. Келесі. Айта ғой. Мен де өзімді 5 балл деп бағалаймын. Себебі сабақтарға кейбір тапсырмаларға жауап беріп, кейбір тапсырмаларға жауап бермеймін. Жақсы. Жанерке. Мен өзімді 9 балл деп бағалаймын, себебі мен барлық тапсырмаларға қатысып түсініп алдым. Жақсы. Ералы. Мен өзім 9 балға бағалаймын, себебі мен бүкіл тақырыпты түсініп алдым. Нұрдәулет. Мен өзімді 7 балға санаймын, өйткені мен сабаққа дұрыс қатыса білдім. Айта ғой. Мен өзімді 9 балл деп бағалаймын, себебі барлық тапсырмаларды түсініп алдым. Жансая. Мен өзімді 7 балл деп Бағалайсың, иә? Жақсы. Бүгінгі сабағымызда өз мақсатына жетті. Сабағымыздың мақсатына жетіп отыр. Мен сізге бірге тапсырма берейін. Осы Сансызбай Сарбасқаевтың Тәңкіш қара шығармасындағы кейіпкерлерді талдап келеміз. Сау болыңдар. Сау болыңдар.